Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Амандық болсын. Мен бүгін өткенде айтқан, мұны әркім білуге тиіс, білмеген ұғыш еді деген тақырыптағы әңгіменің 3-ші бөлімін жалғастырып отырмын. Бүгінгі тақырыпта ислам пайғамбары, Аллахтың соңғы пайғамбары Мұхаммед алейхиссалам туралы айтпақпыз. Мұхаммед ол кім деген? Мұхаммед шамамен 570 жылы туылған дейді. Араб елінде Құрайш руынан. Ол арабтың діни, саяси, әскери және қоғам қайраткері, ислам дінінің негізін қалаушы және орталық тұлғасы дейді. Ислам ілімі бойынша ол Адам, Нұх, Ибрахим, Мұса, Иса және басқаларды пайғамбарлардың монотеистік ілімдерін уағыздап, растау үшін жіберілген Құдайдың соңғы пайғамбары делінген. Пайғамбарлардың мөрі дейді, печать пророков. Мұхаммед Арабияны біртұтас мұсылман мемлекетіне біріктіріп, ал Құран және Мұхаммед ілімдері мен дәстүрлерін исламдық діни сенімнің негізіне айналдырды. Мұхаммед шамамен 570 жылы біздің жыл санауымыз бойынша жаңағы Мекке қаласында дүниеге келген. Балалық шағында жетім қалған екен. Әкесін көрмеген адам дейді ғалымдар. Анасы сол босанып, одан кейін сырқаттанған дейді. Сондықтан оны туысқаны атасы Әбу Талиб қолын алған екен өзінің тәрбиесіне. Мұхаммед есімінің мағынасы араб тілінен аударғанда қайта мадақталған дейді. Қайта мадақталған. Бір рет емес, 2 рет, 3 рет, қанша рет екен білемін, мадақталған дейді. Мынау табиғатында еститінбіз жалғыз Құдай, Алла мадақтауға лайық деген. Ал бұл кісі қайта мадақталған деп айтады осы Мұхаммед пайғамбарды. Мұхаммедтің негізгі аты Әбіл Қасым екен. Әбіл Қасым. Мұхаммед ибн Абдуллах дейді, яғни Абдуллахтың баласы. Әкесінің аты Абдуллах. Мұхаммедтің анасы Амина бин Вахб ибн Абд-Манаф ибн Зухра ибн Килаб дейді. Мұхаммед 3 жасар кезінде Халима деген әйел адамның асырауында болған екен, сол кісінің қолында болған. Мынау исламда жаңағы ерте үйленеді ғой адамдар, ер адамдар, жас қыз балаларға. Сондайдың әсері ме білмедім, осы жаңағы Амина оның толғағы өте ауыр болған дейді, қиналып туған. Содан омырау сүті болмай, жаңағы сол Халима деген кісінің, бедуиннің әйелі дейді, сол мал бағатын, сол кісі тәрбиесін алып асыраған екен. Сол сәттерде сол Халиманың тәрбиесінде болып жатқан кезінде, Халиманың да 3-4 баласы болса керек, солармен бірге ойнап жүріп мал бағады екен. Бірде Мұхаммедті жаңағы 3 жасар кезінде дейді, періштелер ма әлде періште ма? Бір вариантында періште деп айтады, Жебірейіл деп. Бір вариантында жаңағы үстінде жасыл киімдері бар үшеу келді дейді. Мұхаммед өзі айтты дейді. Сол адамдар жаңағы мені таудың төбесіне көтеріп, жаңа періштелер маған операция жасады дейді. Олар менің кеудемді кесіп, кеудемнен жүрегімді алды дейді. Біреу жүрегімді алып, ортасынан қаққа бөлді дейді жүрегімді. Сол жүрек қаққа бөлген ішінен қап-қара бір нәрсе шықты дейді. Соны алып, бір алтын
леген дейміз ба, тәжік, сол алтын тәжіктен жаңағы аспаннан бір аппақ нәрсе әкелді дейді. Не нәрсе екенін сонымен жуып тазалап қайтадан жүрегімді орнына салды дейді. Содан екіншісі менің мынау асқазан шекпектерімді барлығын тазалап жуды дейді. Үшіншісі енді мен өзім шаруама кірісейін деп, үшіншісі келіп жаңағы мынау тіккен жерлерім дейді, мен тамағымның астынан кіндігімнің төменге дейін жаңағы кесілген жерді жаңағы тігісін барлығын жайып теп-тегіс қылып жіберді дейді, жазып жіберді. Сол кезде менің салмағым керемет ауыр болып кетті өзімнің дейді. Жаңағы өзім қатарларынан әлдеқайда мен салмақты болып кеттім деп айтады дейді Мұхаммед алейхиссалам. Міне сонда жаңағы жүрегінен алып тастаған нәрсе бұл шайтан ба жоқ, әлде шайтанның үлесі дей ма, әртүрлі айтады. Орысша аудармаларда часть шайтана дейді, доля шайтана дейді. Енді мынау Мұхаммед пайғамбардың өзінің хадистарында жаңағы айтады, шайтан деген бұл адамның қан тамырының бойларымен жүреді дейді. Сол жаңағы адамға кіріп кеткен деп айтады дейді өз хадисында. Соған қарағанда ол бірдеңе біледі ау деймін. Мынау из истории пророков деген жаңағы кітапта жазыпты дейді. Первая операция на сердце описана в Коране деп аталады дейді. m.islam.ru дейді. Осы сайтта жазылған екен. Сонда мынау періштелер баяғыда айтпаған екен, кардиохирургияны сол кезде бастап жіберген екен олар, жүрек операция жасауды. Ішін бәрін түгел тазалап, екіге бөліп. Біз әлгі мал сойғанда малдың жүрегін бауызда дейді ғой, құлақтарын алып тастап, ішіндегі қанын алып таста деп. Сондай жағдайды олар жаңағы Мұхаммедке жасапты. Тазалап бәрін түгел әдемілеп қайтадан орнына салып қойды дейді. Бұл Құран кәрімнің 94-ші сүресі 1-ші аятында айтылғандай, ей Мұхаммед, біз саған көкірегіңді ашпадық па делінген екен дейді. Орысша аудармасында разве мы не раскрыли, не расширили твою грудь делінген екен. Пайғамбардың өмір тарихынан мынандай естеліктер жазылған дейді. Мұхаммедтің пайғамбарлығына куәлік еткен алғашқы христиандар мен иудейлер дейді. Мынаны қараңыз. Құрайшылар емес, бедуиндер емес, басқа тайпалар емес. Мұхаммедтің пайғамбарлығына куәлік еткен алғашқы христиандар мен иудейлер дейді. Ең алғашқы болып Мұхаммедтің Алланың елшісі екеніне сенім келтіргендер кімдер деген сұрақ туады. Кімдер олар? Бірінші бұл Манах Бахира деген екен. Мұхаммед пайғамбардың өмір баянында кітаптарда білетініміздей, Алланың елшісі алғашқы рет 12 жасында Әбу Талибпен бірге Сирияға жол жүреді дейді. Сирияда ол кезде, ол заманда жаңағы мынау Исаның қауымдары, христиандар, сосын католик қауымдар өте көп болған. Сонда атасына еріп, жаңағы керуенменен сол Сирияға шығады екен, жолға шығады, атасымен бірге. Керуен сол шіркеудің жанына тоқтайды дейді. Манах Бахира керуенді бақылап тұрып, ғажап оқиғаға куә болады дейді. Бахира деген адам, Манах дейді. Бұл енді католик шіркеуінің жаңағы Манахы. Керуеннің соңынан бір бұлт қалқып тұрады дейді. Жаңағы Бахираның көргені. Керуеннің соңынан бұлт қалқып тұрады. Ол керуен жүрсе жүреді, тоқтаса ол да тоқтайды дейді. Бахира керуенді шіркеуге тамаққа шақырады. Және Әбу Талибке Мұхаммедтің соңғы пайғамбар екенін айтады, мыс дейді. Айтады. Осы Мұхаммед
соңғы пайғамбар. Ол менің балам деген ғой, Әбу Талиб менің балам бұл деп. Сонда айтқан екен, ол оның баласы, әке шешесі тірі болмауға тиіс еді деп айтты. Содан Мұхаммедтің жаңағы бірінші рет пайғамбар екенін манақ Бахирадан естіді дейді. Бұл Мұхаммедтің Бахирамен бірінші кездесуі екен. Мұхаммед екінші рет Бахирамен 20 жасында, яғни 590 жылы. Ол кезде ол өзінің болашақ жары Хадишаның керуенін басқаратын еді. Сол Хадиша жіберген екен Сирияға. Бахира ол кезде қартайып қалған дейді. Мұхаммедті көріп қуанған ол, сен пайғамбар боласың, егер мен сол күнге жетсем, саған қызмет етем деген екен. Бірақ Бахира Мұхаммедтің пайғамбарлығы жарияланғанға дейін қайтыс болды. Екінші адам Варака ибн Науфаль дейді. Христиан ғұламасы. Жай адам емес. Жаңағы біреу монах деді ғой. Мынау екінші христиан ғұламасы еді дейді. Және Мұхаммедтің Алланың елшісі екеніне сенген екінші христиан дейді. Ол Меккеде өмір сүрген. Иврит тілін меңгерген. Иврит ескі көне тіл ғой, иврит деген. Иврит тілін меңгерген және өз ілімін, тыңдаңыз, өз ілімін Інжілден алған. Ол христиан болса да, Мұхаммедтің жаңа пайғамбар екенін бірден растаған дейді. Мұхаммедке алғаш пайғамбарлық түскенде жұбайы Хадижа Вараканың немере қарындасы. Сонда Мұхаммедтің қайнағасы ғой, Варака деген. Варакаға келіп, мұның мәнін түсіндіруді сұрайды дейді. Оны тыңдап болған Варака Мұхаммедке, бұл Алла тағаланың Мұсаға жіберген періштесі ғой деп айтты дейді. Міне осындай әңгіме, тарихи жазба дейді, ислам ғалымдарының жазған тауып. Бірақ қай жерде жазылған мен анық етпедім. Мен осы интернет жүйесінен осыны істеп жүргенде осындай материалдар кездесті. Қош, содан ер жете келе Сирияда енді ол үлкен сауда орталықтары, қалалар, үлкен сауда жүретін, батыс пен шығыс пен оңтүстік солтүстікпенен керуендер тартылады, және жерорта теңізіне қарай осы Сирия арқылы жүрген. Сонда Мұхаммед енді жетім жесір адам. Сондықтан жаңағы күнкөріс керек, сауда жасауды үйренеді. Адамдар біреулерге қызмет көрсетіп, содан жаңағы ортасында сенімді жігіт деген атаққа ие болады. Әмин деген. Сенімді жігіт. Оған сенуге болады дейді. Адал болған шығар. Талпынып, жұмысты таза істеген шығар. Сондығымен жаңағыдай үлкен беделге ие болады ортасында. Сөйтіп жүріп өзінен 15 жас үлкен Хадишаға үйленеді. Хадиша деген, жаңа айтып отырмыз ғой, мынау кімнің, Вараканың ағасы, немере ағасы. Варака христиан болса, мүмкін Хадиша да мүмкін христиан шығар. Білмедім. Оны әрі қарай алдағы уақытта тағы да бір әңгіме қыламыз сол жөнінде, анық қанығына жетуге. Содан 40 жасқа толғанда Хира тауының үңгірінде алғаш Алланың уақиын алады дейді. 40 жасқа толғанда. Мұхаммед көп ойланады дейді. Енді мына екі куәлік алып отыр ғой. Жаңағы монахтан алды Бахира деген. Сен ерекше адамсың, ерекше баласың.
сен пайғамбар болсаң мен саған қызмет етем деген айтса, әрине оның жатса тұрса да сол есінен кетпейтін шығар. Содан кейін енді мынау Варака деген өзінің қайнағасы, ол да айтты, ол Тауратты, Інжілді өте жақсы білген адам болса керек. Сосын ол жаңағы Хирада мынау Жебірейілмен кездескенде өте қатты қорыққан екен. Бұрын соңды мен ондайды естімеппін, бірақ бұл кісіге сонша ол жаңағы періште Жебірейілдің қалай шүйліккенін, жаңағы оны неге қинағанын шүрет, жаным шығып кете жаздады деген сияқты айтады. Бұл оқиғалар жаңағы Айша анамыздың айтуымен дейді. Айша арқылы бұл жетіп отыр. Хадистерде барлығында осы Айшаның сөзінен алынды дейді. Бұхаридің 3-ші хадис, Бұхаридің 4953-ші хадис, Мүслімнің 160-шы, 252-ші хадистерінде баяндалды осы оқиға. Осыған орай Айша анамыз былай деп баяндайды дейді. Аллах елшісіне алғашқы келген уақи Хира өңірінде болған. Оған Жебірейіл періште келіп оқы деді дейді. Сол жаңағы екі адамның, екі христиандардың айтқан әңгімесімен ол әрқашанда мүмкін шынында да бұл аңсаған шығар. Мен пайғамбар болсам қалай болады екен, мен неге осындай пайғамбар қылды екен, маған әлі ештеңе айтқан жоқ қой. Бірақ періштелер де оған жүрегін операция жасап тазалап кетті ғой бәрін. Олар да бірден айтып кеткен шығар, осының бәрін мазалап. Бұл жаңағы әрқашанда жалғыз өзі болуға тырысады екен. Тыныштықта өзімен өзі болып, көп нәрсені ойлап толғанатын шығар. Содан ешкім кедергі жасамайтын жаңағы сол Хира тауында бір үңгір бар екен, сол үңгірге барып, сол мінәжат етсе керек заманында. Сол күндердің бірінде жаңағы Аллахтың періштесі Жебірейіл келді дейді. Аллах елшісіне алғашқы келген уақи Хира үңгірінде болған. Оған Жебірейіл періште келіп оқы деді дейді. Кітап көрсетті ма, жоқ, басқа бірдеңе жазба көрсетті ма, оны ешкім білмейді, ол жөнінде ештеңе анық берді. Не нәрсені оқы деген. Ол мен оқи алмаймын дедім дейді. Оқи алмаймын деген, значит, бір нәрсе көрсетті ғой, әкеліп. Осыны оқы деп, ол оқи алмаймын дейді. Енді Аллах өзі айтып отыр. Біз мынау білімсіздерге дейді, білімсіз елге, сауатсыз елге өздеріне ұқсас сауатсыз пайғамбарды жібердік деп. Әлде Аллах ұмытып кетті ме оның сауатсыз екенін? Оның періштесі жаңағы Жебірейіл ұмытып қалды ма, білмеді ма? Келіп жаңағыдай оны қинаған екен. Ол мен оқи алмаймын деді дейді. Сол уақытта періште мені қапсыра құшақтап алып тынысым тарылғанша қатты қысты дейді. Содан мені қоя берді де оқы деді дейді. Мен оқи алмаймын дедім дейді. Ол мені қайта құшақтап оқы деді. Мен қайта оқи алмаймын дедім. 3-ші рет қатты қысып қоя берді де оқы. Сені жаратқан Раббыңның атынан оқы. Ол адамды ұйыған қаннан жаратқан деді дейді. Қатты қысып, қорқытып, осындай аят берді дейді. Содан Мұхаммед зәре құты қалмай үйіне жүгіріп келіп, мені жабыңдар деп жаңағы әйелі Хадишаға жалбарынады дейді. Бұл Алланың пайғамбарына түскен ең алғашқы уақи делінген дейді. Сол кезде әйелі Хадиша оны жұбатып, қорықпа. Аллах сенің кім екеніңді біледі, сен жақсы адамсың деп айтты. Сен ешкімге жаманлық жасаған жоқсың. Сен барлығына көмектесесің, қайырымдылық жасайсың. Сен жақсы адамсың, сондықтан Аллах саған жамандық тілемейді ешқашанда деп. Хадиша сол кезде Мұхаммедті көрпемен жауып жатып, жоқ, Аллахтың атымен ант етемін дейді. Аллах сені ешқашан ұятқа қалдырмайды. Содан Мұхаммед өз-өзіне келгеннен кейін оны ертіп өзінің туысқан ағасы Варака бин
Науфал бин Асаду бин Абд әл-Уззаға алып барды дейді. Ол жахили заманында христиандықты қабылдаған және иудейлердің жазбаларынан дәріс алған. Інжілден Аллахқа ұнаған жерлерін қараңыз, маңызды. Ол христиандықты қабылдаған және иудейлердің жазбаларынан дәріс алып, Інжілден Аллахқа ұнаған жерлерін жазып алған еді. Мынау Құран аятында, сүрелердің бірінде біз Мұсаға Тауратты бердік деп жазылған. Онда адамдар үшін нұр бар деген. Біз Мұсаға Тауратты бердік. Оның ішінде тура жол бар деп жазылған. Нұр бар деп. Ізінше, пайғамбарлардың ізінше біз Исаны жібердік. Оған Інжілді үйреттік. Міне кімде-кім Алланың заңы Тауратпен үкім шығармаса, сонда олар залымдар. Христиандар өздеріне берілген Інжілмен өмір сүрсін дейді. Бұл Алланың сөзі дейді. Таурат бұл Алланың сөзі, Алланың заңы деп жазылған. Тыңдаңыз. Таурат Алланың заңы дейді. Оны бекітуші, әрі растаушы етіп Исаны жібердік, оған Інжілді үйреттік деген аяттар бар Құранда. Оған әлі ораламыз, бұйырса. Енді мына жерде қараңыз, өте маңызды аяттың бірі. Ол иудейлер жазбаларынан дәріс алып, Інжілден Аллахқа ұнаған жерлерін. Інжілде Аллахқа ұнамайтын жерлері бар екен ғой. Сіз осы жерінде ойланып көрдіңіз бе? Інжілден Аллахқа ұнаған жерлерін жазып алған еді. Оған Мұхаммед көрген білгенін айтып берген еді. Сонда Барака оны жұбатып, саған келген Аллахтың Мұсаға жіберген періштесі ғой деген екен. Осылай Мұхаммедтің жүрегіне тыныштық ұялатқан екен. Барака. Көп ұзамай Хадишаның ағасы Барака қайтыс болады дейді. Мұсылман ғалымдары Құран кәрімнің қай сүресі бірінші берілгенін дәл басып айта алмады. Біреулері Фатиха сүресі дейді. Бірінші тұр ғой Құран кәрімде. Біреулері ей жамылып жатушы дейді. Тұр да ескерт деген Муддасир сүресі бірінші екінші аят. Осы дейді бірінші айтылған еді. Біреулері Ихра сүресі дейді. Біреулері Әлақ сүресі дейді. Осында бір тұжырымға келмеген нәрсе бар екен. Енді бірінші алған аяты жаңағы ғой. Аллах адамды ұйыған қанынан жаратты деп. Бірінші айтқан сөз. Елшінің жаңағы Жебірейілдің. Сонымен Құран кәрімде Мұхаммед туралы не айтылған және оған қандай жарлықтар берілген Алладан. 62-ші Жұма сүресі 2-3 аяттарында ол сондай Алла, сауатсыздардың ішіне өздерінен оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартатын, сондай-ақ оларға кітап, даналық үйрететін бір пайғамбар жіберді. Негізінде олар бұрын ашық адасуда еді. Ол Алла бұл пайғамбарды олардан басқа әрі оларға қосылмағандарға да жіберді. Ол тым үстем аса дана делінген. 62-ші Жұма сүресі 2-3 аят. Сауатсыздардың ішінде өздерінен оларға Алланың аяттарын оқып, оларды тазартатын, сондай-ақ оларға кітап, даналық үйрететін бір пайғамбар жіберді.
Ағраб сүресі 7 сүре 158 аятты. Мұхаммед алейхиссалам: ей адам баласы, мен барлығыңа Алланың елшісімін. Ол сондай Алла, жер мен көктің иелігі оған тән. Одан басқа тәңір жоқ. Ол тірілтеді де өлтіреді. Аллаға және Алланың сөздеріне сенген, жіберілген сауатсыз пайғамбарға иман келтіріңдер және оған еріңдер, әрине тура жол табасыңдар деп айт дейді. Жебірейіл айтып жатыр ғой. Деймін, мен солай ойлаймын. Ей адам баласы, мен барлығыңа дейді. Алланың елшісімін. Сондай-ақ Алла жер мен көктің иелігі оған тән. Одан басқа тәңір жоқ. Ол тірілтеді де өлтіреді. Аллаға және Алланың сөздеріне сенген, сендерге жіберілген сауатсыз пайғамбарға иман келтіріңдер және оған еріңдер, әрине тура жол табасыңдар. 21 Әнбия сүресі 107 аят. Мұхаммед алейхиссалам: біз сені бүкіл әлемге рахмет етіп қана жібердік дейді. Бүкіл әлемге рахмет етіп қана жібердік делінген. Орысша в качестве милости, мирам дейді. В качестве милости. Милость деген жақсы сөз ғой. 81 Текуир 19-25 аяттарында: негізінен Құран әрине бір ардақты елшінің сөзі. Ол күшті елші дейді. Қараңыз. Құран Алланың сөзі деді ғой, енді мына жерде айтып отыр. Негізінен Құран әрине бір ардақты елшінің сөзі дейді. Бұл жерде жаңағы Жебірейіл туралы айтып отыр ғой. Ол күшті елші, ғаршының иесінің қасында беделді дейді. Ықпалды онда сенімді. Жебірейіл алейхиссалам, жолдастарың Мұхаммед алейхиссалам жынды емес. 21 аятында. Жолдастарың Мұхаммед алейхиссалам жынды емес. Мен өткенде де айттым ғой. Мынау кім еді? Жаңағы сол өзінің туыстары, құрайшылар, және басқа да бедуиндер Мұхаммедтің айтқан уағыздарын тыңдамастан жаңағы күліп мазақ қылып, сен жындысың деп айтқан ғой олар. Осы жөнінде Құранның бірнеше жерінде жазылған. Алланың өзі айтты дейді. Сен жынды емессің. Олар сені жынды дейді, бірақ сен жынды емессің деп. Аллахтың өзі куәлік айтады дейді. Расында Мұхаммед оны ашық көкжиекте көрді дейді. Жебірейілді көрді деген сөз. Мұхаммед алейхиссалам ғайыптан келген уақи туралы кемшілік істемеді. Құран қуылған шайтанның сөзі емес. Мына жаңа тыңдамаған өзінің туыстары, оның ішінде жаңағы кімде бар мынау өзінің туысқаны әйелімен бірге Мұхаммедке қарсы шыққан, сол да сондай сөз айтқан. Абдуллахаб деймін, Абдуллахаб. Құрайшылардың ішіндегілердің көбісі, өте көбісі айтқан, бұл сенің айтып атқаның шайтанның сөзі деген. Нәжім сүресі дейді 53-ші. 1-ші аят. Батып бара жатқан жұлдыздарға серт. Жолдастарың Мұхаммед адаспады, ауытқымады. Ол өз ойынан сөйлемейді. Сөйлегені оның көкейіне салынған уақиғана дейді. Оның көкейіне салынған аян деген сөз ғой. 46-шы Ақырап сүресі 9-шы аят. Мұхаммед алейхиссалам оларға: мен елшілердің тұңғышы емеспін. Сондай-ақ маған әрі сендерге не істелетінін де білмеймін дейді. Мен елшілердің тұңғышы емеспін. Пайғамбарлардың тұңғышы емеспін деген. Және өзіме және сендерге не болатынын мен білмеймін дейді. Қараңыз. Сондай-ақ маған әрі сендерге не істелетінін де білмеймін. Өзіме уақи етілгенге ғана ілесемін. Және бір ашық ескертушімін ғана дейді. Ескертушімін деп айтқан екен. 6-шы Әнғам сүресі 50-ші аят. Ей Мұхаммед алейхиссалам оларға айт: жанымда Алланың қазынасы бар демеймін.
көместі де білмеймін, және сендерге періштемін де демеймін. Мен өзіме уақи етілгендерге ғана ілесемін. Көзді мен көзсіз тең бе, ойламайсыңдар ма дейді. Жанымда Алланың қазынасы бар демеймін, көместі де білмеймін. Көмес деген көрінбей тұрған нәрсе ғой, көзге көрінбейтін нәрсе. Білмеймін дейді. Періште емеспін дейді. Тек маған уақи етілгенді ғана айтамын дейді. Көзді мен көзсіз тең бе дейді. Қараңыз. 30-шы Рум сүресі 52-53 аят. Мұхаммед алейхиссалам, расында сен өліктерге естірте алмайсың дейді. Сондай-ақ саңырауға да естірте алмайсың дейді. Соқырды да адасқан жағынан тура жолға сала алмайсың делінген екен. Қараңыз. Құрметті ағайын, өткенде де айттым ғой, біздер жаңағы салт дәстүрімізге кіріп кеткен ғой. Өмірден өткен ата-бабаларымыздың әруақтарына Құран бағыштатамыз деп, туған туысқанды жинап, дос жаранды жинап, үлкен дастархан жайып, молда кеңді төрге шығарып, жаңағы Құран оқытамыз. Осы жақында мен өткенде айттым ғой. Бір жас блогер жігіт, мынау бір имамға сұрақ қойып жатыр. Жас жігіт екен ол имамда. Сонда айтты, мынау сіз айтыңызшы ұстаз. Мынау қазіргі заманда мынау қазақша аударымдары бар оқу Құран кәрімнің. Соны мынау жаңағы ас бергенде сол қазақша түрін оқыса бола ма деді. Арабша емес қазақша аудармасын оқыса бола ма деді. Емекең жоқ деді. Жаңағы ұстаз жоқ, болмайды. Қазақша ол аударма, ол мағыналы түрде аударылған нәрсе дейді. Оның сауабы ешқашан тимейді дейді. Айналайын ағайын. Тыңдаңыз. Ютубтен тауып аласыз егер іздесеңіз. Қазір ұстаздар, жаңағы блогерлар, имамдар жиі шығарып отырды ғой сол. Ютубта, немесе жаңағы тиктокта. Міне сондай әңгіме. Сонда жаңағы имамның айтқан сөзі менің жүрегім зарқ ете қалды. Ол кісі айтты. Құран кәрімнің о дүниелік өткен әруақтарға тек қана арабша әріптерінің дауысының сауабы тиеді деді. Арабша қаріптің сауаптары сол Құран кәрімде жазылған. Сол ғана сауап болады, басқа сауап жоқ деді. Сіз қалай ойлайсыз? Ал енді сол имекеңдер, моллалар жаңағы елдің алдында мынау кейін кезде мынау осындай тәртіпке шықты ғой, жаңағы үйге сыймайды, ел қалың, сонда жаңағы үлкен ресторандарда ас береді. Біреулер айтады, жаңағы ысырап болады, бұл жаңағы ауыр ғой, неге осындай жасайсыңдар, жаңағы адам қаза болғанда қонағасын береді, одан 7-сін береді, 40-ын береді деген сияқты, жылын береді. Ысырап болмасын деп айтып жатады. Ал енді сонда моллекеңдер жаңағы кейде айтады мынау, Құран қатым түсірем дейді. Мен баяғыда сұрайтын, осы Құран қатым түсірген деген не нәрсе екен деп. Сонда айтады, жаңағы Құранды аударып, соны аяттарын жаңағы үйлесіп тұрып, жаңағы әруақтарға бағыштайды дейді. Осыны Құран аудару дейді. Ол Құран аудару деген оңай емес деп айтатын баяғыда. Соны жаңағы моллекеңдерге мынау соншама еңбек жасайды екен, мынау мені ата-бабам керемет сауаққа алады екен, оның қабірін нұрландырады екен деп жаны қалмай қолындағысын беретін жаңағы моллекеңдерге. Енді мынаны қараңыз, мына Рум сүресі 52-53 аятта. Пайғамбарлардың пайғамбары, пайғамбардың мөрі, печаты дейді, печать пророк. Мұхаммедке айтып жатыр, Алла тағала ма жоқ әлде мынау Жибрейіл ма? Білмеймін о жағын.
Мұхаммед алейхиссалам расында сен өліктерге естірте алмайсың дейді. Өлген адамға естірте алмайсың. Сонда Мұхаммед естірте алмаса, мына имекеңдер естірте ме? Жоқ, осы керек пе осындай Құран? Осындай мағынадағы Құран сол әруақтарға? Тірілерге қанша оның ықпалы бар? Өлілерге қандай ықпалы бар? Мына аят айтып тұр. Өлілерге естірте алмайсың. Сен соқырлардың көзін аша алмайсың. Адасқандарды сен тура жолға сала алмайсың. Ал Құран кәрімде жаңағы жазылған екен. Мұхаммед, сен осыларды, осы кітапты адамдарды қараңғы түнектен жарыққа жетелеуге, адам баласы үшін бір тәрбиелік маңызы бар. Ішінде үлгенегі бар, кітап ретінде бердік деп. А мына жерде айтады, сен өліктерге естірте алмайсың дейді. Саңырауларға да естірте алмайсың. Адасып кетіп бара жатқандарға сен тура жолға сала алмайсың. Мынау қазір алдыда айтамын. Сен өз халқыңды да жолға сала алмайсың деген аят бар. Ибрахим сүресі 14-ші сүре 4-ші аят. Әр пайғамбарды ашық түсіндірсін деп елінің тілінде ғана жібердік. Алла кімді қаласа адастырады, ал кімді қаласа тура жолға салады дейді. Ал керек болса. Алла кімді қаласа адастырады, кімді қаласа тура жолға салады дейді. Сіз осыны жүрегіңізге қабылдай аласыз ба? Жаңағы Рум сүресі 29-ші аят. Әрине залымдар білмесе де көңілдері тартқан жаққа кеткен дейді. Алла адастырған кісіге кім тура жол көрсетеді дейді. Оларға ешбір жәрдемші жоқ дейді. Қараңыз, Алла адастырған. Тағы да мойындап тұр, айтып тұр. Алла адастырған адамға, Аллах адастырады екен. Баяғыда біз ойлайтынбыз, жаңағы үлкендерден еститінбіз, бала күнімізде. Ол шайтан азғырып адамды жаңағы жаман жолға салады екен, азғырады екен деп. Мына жерде Аллахты адастырады екен. 42-ші Шура сүресі 46-шы аят. Әлде кімді Алла адастырса, сонда оған ешбір жол жоқ дейді басқа. Оған не айтасыз? Әнғам сүресі 66-шы аят. Оны Құранды ақиқат бола тұра, халқың, ұлтың жасынға шығар дейді, өтірік деді дейді. Құрайыштар, бедуиндер, арабтар өтірік деп айтты. Жаңа айттым ғой, сен жындысың, сен ақынсың, сен өтірікшісің деп, Құраның өтірік деп сол кезде адамдар айтқан. Сол 7-ші ғасырда адамдар айтқан. Мынау жаңа айтып отыр ғой, сауатсыз халыққа дейді, сауатсыз халықтың өзі айтып жатыр, сенікі өтірік деп. Жасынға шығар дейді өтірікке. Мұхаммед алейхиссалам оларға сендерге уәкіл емеспін деп айтты дейді. Сонда ол кімге уәкіл? Мына жерде жазып тұр. Әр пайғамбардың ашық түсіндірсін деп елінің тілінде ғана жібердік дейді. Тыңдаңыз. Міне қандай қайшылықтар. Мұхаммед алейхиссалам оларға сендерге уәкіл емеспін дейді. Мұнда арабқа өзіңді жібердік дейді, өз еліңе, өз тіліңде болсын деп. Басқа тілде жіберсек, олар түсінбейді ғой деген бір аяты бар. Қалайша бұл? Арабтарға араб емес тілде, басқа тілде жіберген біз қалай түсінеміз деп айтады дейді. Сондықтан мынау өздерінің тілінде жібердік дейді, араб тілінде. А бірақ олар мынау сенікі, бұның бәрі өтірік деді дейді. Арабтардың өздері. Енді сен оларға айт дейді, мен сендерге уәкіл емеспін деп. Сонда қалай болды?
Ниса сүресі 84 аят. Мұхаммед алейхиссалам енді Алла жолында соғыс дейді, ал керек болса. 4 аят. Мұхаммед алейхиссалам енді Алла жолында соғыс. Сен өзіңнен ғана жауаптысың дейді. Сен өзіңе ғана жауап бересің. Басқаға жауап бермейсің. Сондай-ақ мүміндерді қызықтыр дейді. Мүмкін Алла кәпірлердің кесірін тоқтатар. Ниса сүресі 70-74 аяттарында. Міне бұл Алладан ілтипат дейді. Қараңыз Алланың ілтипатының түрін. Міне бұл Алладан ілтипат. Алла әр нәрсені жете білуші дейді. Әй мүміндер, құралдарыңды, енді қаруларыңды деген сөз ғой, құралдарыңды және жеке бөлек болып не тұтас аттаныңдар. Әрине сендерден қиқарлық қылатындар да бар. Егер сендерге бір қиыншылық келсе, рас Алла маған бақ берген екен, өйткені олармен бірге болмадым деп айтар дейді. Ал егер сендерге Алладан бір мәрхәмет, жеңіс келсе дейді, жаңа соғыстан, онда олар әттең-ай, олармен бірге болсам зор табысқа ие болар едім деп айтар еді дейді. Зор табысқа, трофей ғой. Трофей деген сүре бар ғой. Шіркін олармен бірге барсам зор табысқа ие болар едім деп айтар еді дейді. Қараңыз. Мұхаммед оларды қызықтыр дейді. Бұл Алладан келген ілтипат және мархамет. Алланың ілтипаты, Алланың мархабаты. Соғыста жеңіске жету. Сіздер ойлап қаларсыздар, жоқ, Аллах ол соғысты айтпайды, ол басқа соғыс деп. Әрі қарай көресіз, қандай жағдай болады екен. Ендеше дүние тіршілігін ақиретке айырбастағандар Алла жолында соғыссын дейді. Ендеше дүние тіршілігін, 74 аят, 4 Ниса сүресін. Ендеше дүние тіршілігін ақиретке айырбастағандар Алла жолында соғыссын. Ал кім Алла жолында соғысса, сонда өлтірілсе, немесе жеңіске ие болса, әрине оған ірі сыйлық береміз дейді. Вознаграждение. Мынау Сирияға айттым ғой өткенде. Сирияға талай жастарымыз Алла жолында жихадқа кеттік деп, семьясымен, бала шағасымен кетті ғой. Айттым ғой өткенде. Міне осындай аяттар, Алланың сөздері. Оларға сондай кавычках жігер беріп, басқа ел үшін бір-бірімен қырқысып атқан. Мына жағында екеуі де мұсылманбыз дейді. Бір-бірімен қырқысып атқан. Неше жыл болды осы соғыс. Бірін-бір ала алмай жатқан. Сонда жерге барып, қалды ғой шашылып көрінген жерде. Ит пен құсқа жем болып. Одан қаншама әйелдер зардап шегіп, өлген өлді, жаралысы жаралды, тірі қалған айты зорға дегенде келді ғой елге. Біраз азаматтар келіп, түрмеге түсіп, оларды соттап, олар біз адасқан екенбіз, бірақ сол біз Аллахтың жолындамыз. Бізді просто аналар, басқа жаман ағымдар бізді, адасқандар. Біздерді азғырып осындай жағдайға ұшыратты. Біз байқамай, білмей қалдық дейді. Қалай білмейсің сен? Айтып тұр ғой мына жерде. Алла жолында соғыс дейді. Адам өлтірді. Ендеше дүние тіршілігі ақиретке айырбастағандар дүние тіршілігін Алла жолында соғыссын. Ал кім Алла жолында соғысса, сонда өлтірілсе, немесе жеңіске ие болса, әрине оған ірі сыйлық береміз. Сендерге Алла жолында соғыспай не болды дейді. Ал керек болса. Сондай иман келтіргендер Алла жолында соғысады да, кәпірлер шайтан жолында соғысады. Кейбіреулер соғысқа спонсор болғылар келмейді дейді, көмектеспейді. Жаңағы пітір садақа бермейді.
деп жалып жасап жазады жаңағы жерде. Мен оның бәрін жаза беруге қағазға уақыт көп алады, сондықтан зекет төлемейді дейді. Сосын олар айтады дейді, Раббымыз бізге соғысты неге жаздың, неге оны кейінге қалдыра тұрмадың деп жалбарынады дейді олар дейді. Соғысқа қатысқысы келмегендер. Соғысты кім жақсы көреді? Соғысты шайтан ғана жақсы көреді. Өйткені адамдар бірін бірі өлтіреді. Шайтанның мақсаты сол. Адамдарды бір-біріне айдап салу. Адам баласының, адам атаның алғашқы балаларын бір-бірін өлтірткізді ғой. Ол шайтан ғой. Раббымыз бізге соғысты неге жаздың, неге оны кейінге қалдыра тұрмадың деп жалбарынады дейді. Мұхаммед алейхиссалам оларға дүниенің пайдасы аз ғана дейді. Наңғара. Мұхаммед алейхиссалам оларға айтты, дүниенің пайдасы аз ғана, тақуалар үшін ақирет жақсы. Ақирет ана жақта жақсы дейді. Сендер қылдай әділетсіздікке ұшырамайсыңдар деп айтты дейді. Міне Мұхаммедке өсиет айтып тұр. Ешқандай дейді, ешқандай әділетсіздікке ұшырамайсыңдар. Сендер қайда болса да, мықты қорғандарда болсаңдар да, жұлдыздарға ұшып кетсеңдер дейді. Бәрібір сендерге өлім жетеді дейді. Сендер осы өмірде бейнет шегіп, өлгенше одан да Алланың жолында соғысыңдар деп тұр. Сол жерде өлсеңдер сендер жұмаққа барасыңдар. О жақта астарынан өзендер ағып жатыр. Не ішіп, не жеймін демейсің. Бәрі төбеңнен салбырап, бәрі өсіп тұрған жерін жұлып жей бересің. Ең бастысы, жаңағы 72 қорғызы бар дейді. Солармен күнде ойнайсың. Оған да жетеміз әрі қарай, ол да айтылады мен кейінде мына жерде. Олар сендерге зор сыйлық бар деген әңгіме соның айтылған. Дүниенің пайдасы аз ғана, тақуалар үшін ақирет жақсы. Сендер қылдай әділетсіздікке ұшырамайсыңдар деп айтты. Сендер қайда болса да, мықты қорғандарда болсаңдар да, жұлдыздарға ұшып кетсеңдер де, бәрібір сендерге өлім жетеді дейді. 4-ші сол Иса сүресі 80-ші аят. Кім пайғамбарға бағынса дейді, расында сол Аллахқа бағынады дейді. Бесінші Маида сүресі 51-ші аят. Әй мүміндер, яһудилер мен христиандарды дос тұтпаңдар дейді. Яһудилер мен христиандарды дос тұтпаңдар. Олар бір-біреуінің достары, бір-бірінің достары дейді олар. Яһуди мен христиандар достар дейді. Сендерден кім соларды дос тұтса, сол күдіксіз солардан дейді. 5-ші сол Маида сүресі 82-86. Әрине мүміндерге адамдардан ең қатты дұшпан дейді, мұсылманға ең қатты дұшпан түрінде яһудилерді, мүшриктерді табасың. Мұсылманның қас дұшпаны яһудилер және мүшриктер дейді. Многобожники деген сөз ғой. Көп құдайға табынатындар. Ал өзі біз дейді. Біз жараттық, біз айттық, біз бердік, біз сыйладық, біз сыйлаймыз, біз жарылқаймыз, біз жараттық. Өткенде айттым ғой, 1018 рет. Құран кәрімнің өн бойында осы біз деген сөз. Біз деген ол жалғыз Құдайдың аты ма? Енді мұны мүшриктерді табасың дейді. Бұлар қас жау дейді. Исламның қас жауы. Және мүміндерге сүйіспеншілік тұрғысынан олардың жақынырағын біз христианбыз дегендерді табасың дейді. Қараңыз. Әрі қарай тыңдаңыз. Бұл олардың даналары, яғни поптары, монахтардың тақуаларының болу және олардың менсінбейтіндіктер дейді, кішіпейілділіктер деген сөз. Себепті. Жаңа айттым ғой, мынау алғашқыда ең бірінші мынау Мұхаммедке
ең бірінші пайғамбар боласың деген мынау католиктің қызметкері шіркеуінің дейді монах Бахира. Екіншісі жаңағы Науфал қайнағасы. Бұл тегін жазылып тұрған жоқ бұл жерде. Бұның да неге осылай айтылған Құдай бұйыртса келешекте түсіндіріп айтамын, оған көзіңіз жетеді. Әрине, мүміндерге адамдардан ең қатты дұшпан түрінде яһудилерді, мүшриктерді табасың. Және мүміндерге сүйіспеншілік тұрғысынан олардың жақынырағын біз христианбыз дегендерден табасың. Бұл олардың даналары, яғни поптары, монахтары, тақуаларының болуы және олардың менменсімейтіндіктері дейді, кішіпейілдіктері себепті. Олар пайғамбарымызға түсірілген Құранды тыңдаған заманда шындықты танығандықтарынан көздеріне жас толғанын көресің дейді. Олар Құранды тыңдағанда кемсеңдеп кетеді дейді. Көздерінен мөлтілдеп жас келеді дейді. Қараңыз. Бұл жай жазылған нәрсе емес. Бұның ар жағында бір мағынасы бар. Жаңа айттым ғой. Олар Раббымыз иман келтірдік дейді. Мынаны қараңыз. Жаңағы адамдар айтады дейді. Раббымыз иман келтірдік, бізді куә болушылардан жаза көр дейді. 83-ші аят, 5-ші Маида сүресі. Сонымен Мұхаммед алейхиссалам Алланың бұйрығымен 624 жылы Бәдір соғысын, 625 жылы Ұхud соғысын, 627 жылы Хандақ сүресін, 629 жылы Хайбар соғысын, 630 жылы Мекке соғысын ашады дейді. Жүргізеді. Пайғамбар өзі тікелей басшы болды. Осындай соғыстарды бастап кетті Алла жолында. Оның қол астында үлкен әскер болған, қаруланған. Бұларға ешкім төтеп бере алмаған. Тайпалар бөлек-бөлек қойынды, әрқайсы жаңағы өздерінің қалалары бар, жаңағы кішкентай қалашықтары бар деген сияқты елді мекендер. Осыларды жайпап кеткен ғой. Өзінің туыстарын қырған есебі. Өзі Меккеде туған дейді, айтады, Меккеде туылған деп. Өзінің Меккесін жаңағы 630 жылы басып алған. Бірақ шығын аз болды дейді ол кезде. Халық қорқып қалды дейді. Өйткені естіп отыр ғой басқа қалаларды, басқа жерлердің бәрін таптап келе жатқан. Мынау хадистерді жазушылардың ішіндегі ең үлкені Бұхари дейді. Әл-Бұхари. Соның 25-ші хадисында жаңағы Мұхаммед айтты дейді. Маған Алла жолында жер бетінде ислам дін орнамайынша соғысу бұйырды дейді. Аллахтың бұйрығы. Сіз түсінесіз бе? Мынау Бриджит Габриэль деген әйел бар. Бұл кісі жаңағы құқық қорғаушы, оқыған жазушы, өте сондай білімді адам екен. Осы кісінің жаңағы осы ислам тарихын бір қысқаша ғана бір 15 минуттық да бүкіл ислам тарихының мән мағынасын айтып берді. Бар. Ютубқа жазсаңыз Бриджит Габриэль дейді. Бұл кісі ливандық. Ливанда туған, кейіннен жаңағы исламға қарсы шыққан үшін бұл кісі жаңа қашып Америкаға барып, сол жерден пана тапқан. Адамдар неге қашады, сіз қалай ойлайсыз? Европаға, Америкаға. Өйткені Аллахтың дініне қарсы шыққан адамдардың барлығын өлтіріңдер деген Құранда. Аллахқа, елшісіне сенбеген адамдар өлтіріледі. Сондықтан адамдар көбісі исламнан бас тартып түсінгендер елінен қашуға тырысады, болмаса өлтіреді. Өртейді, таспен ұрып өлтіреді.
басқа да амалдар бар. Міне осындай. Бұл ақиқат, айналайын ағайындар. Мынау Иранда қазір мынау жанжал болып жатқан, қырғын болып жатқан. Иранда 75 мың мешіт деді ма? Бар екен. 75 мың мешіт бар екен Иранда. Иранда халық көп қой өзі. Сол 75 мың мешіттің, ұмытпасам, 50 мыңы жабылып қалыпты, айналайын ағайын. 50 мың мешіт бүгінгі күнде бос қалды дейді. Сіз түсінесіз бе? Анау қыздары шырылдап, анау хижаптар неге өртеп жатыр? Оның бәрі былайша айтқанда накипело дейді ғой бұл жерде. Енді қыз балалар біздің елде әйелдер болсын, қыздар болсын, сол хиджапқа қатты құмартады. Бұлар анау Ауғанстан қазақтары деген бір кішкентай документальный фильм біздің бір блогер жігіт, журналист барып түсірген екен. Сонда көрді ғой тұрмыс жағдайларын қандай екен. Олар айтады, біз жұмаға бармасақ бізді соят, ұрады дейді келіп. Намаз оқымасақ бізді тексереді дейді. Біздің басқа барар жеріміз жоқ, басар тауымыз жоқ дейді. Біз ешкімге керек жоқпыз. Біз осы жерден туып өстік. Неше жыл баяғыда аталарымыз келген, осыдан қаңғып, Қазақстаннан шығып, Қытай асып. Міне қазір осы Ауғанстанда тұрып жатырмыз дейді. Бұл жерде жаңағы ішінде мынау адайлар да бар екен, мынау табындар бар екен, басқа да рулардың өкілдері, қазақтар өзіміздің бауырларымыз осындай жағдайда тұрмыс кешіп жатыр, айналайын. Соны неге білмеймін, біздің көзіміз ашық қой, біз қалай ғана бізге, неге сол біз 7-ші ғасырға қарай ұмтыламыз. Бір күні бір жігіт айтып қалды, мынау кім деген жігіт осы мынау ютубтан сөйлеп жатыр еді, бір атеистпін деген бір жігіт. Соған ғылым білім деген бұл керек ұлттың дамуына десе, ғылым біліміңді бір жеріне тығып қой деді. Бұл не деген топастық, бұл не деген надандық. Соныменен жаңағы Бриджит Габриэльдің жаңағы айтуында, жаңағы 15 минуттық өзінің айтқан сөзінде, ислам басталғалы дейді, мына Мұхаммед бастағаны бері, жаңа айттым ғой, Мұхаммедтің неше соғысты бастаған Алла жолында. 1924 жылға дейін 270 миллион адам қырылған дейді. 270 миллион. Айналайын ағайын. 270 миллион. Біз қазақ 20 миллионбыз. 270 миллион адамды қырған. Ислам бейбіт дін дейді. Сіз өзіңіз ойланып көріңізші. Енді мынау 69-шы Хаққа сүресі дейді, 40-шы 46-шы аяттарында. Мұқият тыңдаңыз. Күдіксіз бұл Құран ардақты бір елшінің сөзі. Елші ойдан шығармайды дейді. Міндетін орындайды. Ол бір ақынның сөзі емес. Сендер аз сенесіңдер. Сондай-ақ ол бақсының да сөзі емес дейді. Аз түсінесіңдер. Ол әлемдердің Раббынан түсірілген. Тыңдаңыз. Адамдар сол кезде Мұхаммед пайғамбарды жаңағы айыптаған, сен ақынсың деп. Ақындар жаңағы өтірік шынды қосып айтатын шығар. Сол заманда, сол елдерде соған жаңағы сосын сен бақсысың дегендер де бар екен. Ол әлемдердің Раббынан түсірілген. Егер дейді, мына 43-ші аят қараңыз, тыңдаңыз. Егер елші кей сөзді өзі айтып бізге таңса дейді, тыңдаңыз. Егер елші кей сөзді өзі айтып бізге таңса, әрине оның оң жағынан қолға алар едік. Сосын оның күре тамырын кесер едік, өлтіретін едік. Сонда сендердің ешбіреуің одан тоса алмайды, яғни ешкім оны бізден құтқара алмайды делінген екен. 69-шы Хаққа сүресі 40-46 аяттарында.
Енді тыңдаңыз. Мынау Хайбар деген мынау еврейлердің, яхудилердің дейді, жаңағы тұрған жері, қаласы. Сол қаланы шауып алған ғой Мұхаммед. Сол қаланы жаулап алып, көп адамды қырған екен. Содан бір семьядан, бір отбасынан бір әйел ғана қалған екен, жалғыз. Сол Мұхаммед бір сол Хайбардан өтіп бара жатқан кезде кейіннен бір тоқтыны сойып, соның етін қуырып, оны улап Мұхаммедке және оның қасындағы жолдастарына берген екен. Сонда жолда жүріп келе жатқан, мүмкін олар қарындары ашқан шығар. Содан дайын тұрған тамақтан ауызтиік деп жаңағы тамақ отыра қалып жей бастағанда Мұхаммедке жаңағы бір жауырын айтты дейді. Мынаны жеме сен, бұл уланған деп. Содан Мұхаммед тоқтаңдар, жемеңдер, мынау уланған екен деп айтып үлгергенше қасындағы 2-3 адам өліп кетті дейді. Содан Мұхаммед өзінің уланғанын сезіп ана әйелге айтыпты: сен неге уладың, неге осындай жасадың деп. Менің кім екенімді білмейсің ба сен? Сонда ана әйел айтқан екен: егер де сен жай патша болсаң, осы төккен қаның үшін, мен халқымды қырған үшін, мен сенен халқымды азат етейін деген оймен у салдым. Ал егер де сен пайғамбар болсаң, онда саған ол әсер етпейді деген екен. Мұхаммед дереу сол әйелді ұстатқызып, оны өлтірткен сол жерде өлтіріпті дейді. Содан ауырып, Мұхаммед үйіне, Меккеге зорға жетеді дейді. Қол аяғы сал болып, төсек тартып жатады. Қасында Айша ғана болған дейді. Айша айтады дейді, хадистерінде, қасында мен ғана болатым. Сонда әр кезде мынау Хайбарда жеген еттің уынан менің мына күре тамырым үзіліп бара жатыр деп. Міне осындай жағдай, айналайын ағайын. Сол Хайбарда жеген еттің уы менің күре тамырымды жарып бара жатыр деп мұңын шағады екен дейді. Бұл Сунан Абу Дауд, хадис қарасаңыздар болады, тауып. Сунан Абу Дауд 45-12, 4512 хадисі. Осы оқиға мынау 69-шы Хаққа сүресінің және 40-46 аяттарында жазылған сөзбен сайма-сай келіп тұрған сияқты. Сонымен Аллахтың соңғы пайғамбары Мұхаммед алейхиссалам 632 жылы сол ауруынан айыға алмай, сал болып, ұзақ жатып қайтыс болған дейді. Бұған не дейсіз? Айналайын ағайын. Мен ойымнан ештеңе қосқам жоқ. Мен осы Құран кәрімнің және оны толықтырушының хадистерінен іздеген материалымды Мұхаммед алейхиссалам пайғамбардың және өмір тарихынан қысқаша айттым. Оған Аллахтың берген өсиеттері, бұйрықтары жөнінде айттым. Сосын жаңағы оны Мұхаммед пайғамбар қалай орындағанын және оның сахабалары дейді, мына соңынан ерген халықты қырушы 270 миллион халықты қырған екен. Енді әрі қарай өзіңіз ойланыңыз. Сізге Құдай сана берген, жүрек берген, ми берген. Осыны сүзгіден өткізіңіз. Аллах сізге Құдай бола ала ма? Мұхаммед осындай сізге пайғамбар болып жол көрсете ала ма? Осындай Алладан болған жаңа не деді, бір мәрхабет деді ма? Игілік. Сондай игілік, сондай мәрхабет сіздің жүрегіңізді ауыртпай ма? Қалай ойлайсыз?
Мұны әркім білуге тиіс. Білмеген уыш еді деген әңгіме. Көңіл қойып, уақытыңызды бөліп, алтын уақытыңызды бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Мен Құдай бұйыртса алдағы уақытта да тағы осындай 2-3 бөлімде әңгімені жалғастырсам деймін. Ол өте маңызды. Мен оны өзімнің міндетім деп есептеймін ағайын. Амандық болсын. Рахмет.